Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде дәмі өте керемет шығатын балды торт. Алдымен жұмыртқамызды жарып саламыз. Егер сіз үлкен торт істейтін болсаңыз, 3 жұмыртқа салыңыз, ал егер кішілеу болса, 2 жұмыртқаға да істесеңіз болады. Енді 2 ас қасық бал қосамыз. Балды дүкендегі қолжетімді арзан балдан қоссаңыз да болады, және де 150 грамм құмшекер қосып араластырамыз. 50 грамм сары май қосып, баяу отқа барлығын ерітіп аламыз. Барлығы ерген кезде 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай осылай көпіршіктеніп тұру керек. Енді оттан алып үстіне ұн саламыз, жақсылап араластырамыз. Міне менде осындай қолға жабыспайтын әдемі қамыр дайын болды. Қамырды осылай жасап, кесіп бөліп аламыз. Менде 8 бөлік шықты, яғни менде 8 корж шығады. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып аламыз. Енді біз крем жасайтын боламыз, яғни қайнатпалы крем. 2 жұмыртқа қосамыз. 150 грамм құмшекер. 2 қасық ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 600 грамм сүт қосамыз, және де құмшекерін жақсылап ерітіп аламыз. Енді газға баяу отқа қойып, крем қоюланғанша араластырып отырамыз. Крем қоюланған кезде үстіне 50 грамм май, сары май салып, жақсылап араластырып ерітіп аламыз. Міне біздің крем дайын. Енді басқа ыдысқа құйып, оны суытуға қойып қоямыз. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, корждарымызды пісіретін боламыз. Қамырды жайып болған соң өзіміздің пісіретін размерімізді өлшеп аламыз да пешке пісіріп аламыз. Корж 180 градуста 5 минутта тез піседі, яғни күйдіріп алмай, қасында қарап отыруымыз қажет. Піскен коржды ыстық күйінде жылдам кесіп аламыз. Корж суып қалса, оны кесе алмай қаламыз, яғни ол тез сынып қалады. Қайнатпалы крем және біздің корждар дайын. Енді тортты құрастыратын боламыз.
Міне біздің балды торт дайын. Енді бетіне себуге шетінен артылған корждарды ұнтақтаймыз. Осылай шетіне ортасына жақсылап сеуіп шығамыз. Менде диаметр 26 см осындай үлкен әдемі торт шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, қолдауларыңызды сұраймын.